Мен түнде оянып кеттім. Сол кезде сағат түнгі 3 болды. Содан кейін ұйқым келмегендіктен компьютерімді аштым да Robloxқа кірдім. Robloxқа кіргеннен кейін өстіп қап-қара түнек болып тұрды. Сосын экраннан осы құбыжық шығып, маған айғайлай салды. Мен сосын қорққандықтан Robloxты өшіріп тастадым. Мен осы жағдайды достарыма айтайын дегенде, тек қана шайтан деген контакт қана тұрды. Сосын ол маған WhatsAppқа бүйтіп жазып жіберді. Сен Robloxты өшірдім дейсің бе? Жоқ, сен оны ешқашан өшіре алмайсың. Ха-ха-ха-ха деп маған күліп жазып жіберді. Содан кейін мен қорққандықтан заблокировать етіп тастадым. Сосын мен қорқып дірілдеп, бұл менің түсім деп өзіме сөйлей бастадым. Маған сосын біреу сыбырлап бүйтіп айтады. Бұл сенің түсің емес, мен сені келіп өлтіремін. Өлгің келмесе, тезірек Robloxқа кір. Мен осы кезде Robloxқа кірер кезде мені басқа ойынға алып кетті. From the garden, by the garden, on the willow tree, come tiptoe through the tulips with me. Oh, tiptoe through the window, by the window. Мен естіп, атысы ойнап атқанда, өліп қалғанда, осындай скример шығып кетті. Мен бұл скримердің дауысын айта алмаймын. Әйтпесе YouTube маған бан беріп жібереді. Содан кейін телефонымда қарасам, ваш телефон заблокирован деді. Қысқаша айтқанда, менің фоткамды блокқа тастады. Содан кейін мен жынданып телефонымды лақтырып жібердім. Содан кейін мен қорққандықтан көрпенің астына тығылып, аяқ-қолдарым дірілдеп отырдым. Содан кейін мен ішімнен аят курси сүресін ішімнен айтып отырдым. Содан кейін бір кезде есікті біреу тоқылдатты. Содан кейін мен кет бар сорлы деп айғайлап жібердім. Ол сосын мен бөлмеме кіріп келіп деп айғайлап жіберді. Бір кезде будильниктің чырылдаған дауысы шығады. Сөйтсе бұл менің түсім екен. Сағатты қарасам 7:30. Сонымен достар, осы видео қорқынышты болды ма, әлде қорқынышты болған жоқ па? Өз ойыңызды пікірге жаза кеттіңіз. Егер қорыққан болсаңыз, осы менің видеома лайк басып тіркеліп кетіңіз. Жаңа видеоны өткізе алу үшін менің парақшама тіркеліп кетіңіз.